Сәлем достар, сіздермен бірге ертем. Мен сіздерге түлкі мен ешкі ертегісін айтып беремін. Олай болса, менімен бірге болыңыздар, өте қызық болады. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Түлкі байқұс ары секіріп, бері секіріп, судан шыға алмай қайырғып тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болады. Деді де апанның ішінде тұрған түлкіні көреді. «Ей, түлкі батыр, бұнда не істеп жатырсың?» дейді ешкі. «Ой, несін айтасың? Жаным жай табуда. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтан күйіп пісіп едім. Апанның іші салқын, әрі түбінде топ-тұнық суы бар екен», деді түлкі ешкінің көзін қыстырып. «Білсеңші, бірге салқындайық». Қызған ешкі бұны ести сала, «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп ойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі екен ешкінің үстіне секіріп мініп, одан мүйізіне шығып, сосын ұмтылып аяқ тіреп, қалаға жөніне кете барыпты. Ал алданған ешкі болса, су да жоқ, көлеңке де жоқ, апанның ішінде қалып кетіпті. Булығын асырған түлкі апаннан осылайша шығып кетіпті. Мінекей достар, түлкі мен ешкі ертегісі осымен аяқталды. Ертегім сендерге ұнады деп сенемін. Сіздер болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.